Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бұл мен сіздерге кері байланысқа арналған осындай бір шаблонды көрсетемін. Енді бұл жерде кері байланыстың бұндай түрлерін көбіңіз көрген болуларыңыз мүмкін. Енді солардан сәл айырмашылығы бұл жерде қазір ашып көрсетемін. Артында фонында музыкасы бар. Айырмашылығы осындай фонында звук шығып тұрады. Одан кейін алар жай сурет емес, міне гиф анимациялар осындай болып тұрады. Так, сосын енді бұл жерде ешқандай түсінбейтін ештеңе жоқ. Оқушылар келеді, қайсысына не керек, бізде соны басады. Мысалы, түсіндім болса, осыған басады. Мысалы, сабақты түсінген болса, осыған баса береді. Сұрағым бар болса, мынаған басады. Одан кейін түсінбедім болса, мынаған басады. Бұл жерде так, түсінбейтін ештеңе жоқ, барлығы түсінікті. Мынау 40-қа дейін барады, мынада. Яғни оқушы саны қанша болса да қолдана бересіздер. Жалпы, так, енді мен қосымша айтып өтейін. Бұл жерде мыналар гиф анимациялар, бірақ бұны біз суретке ауыстырсақ болады. Яғни осы жерде мысалы бір енді смайлик емес, бір роботтар болса, мысалы 3 роботтың суретін алсаңыздар, мына арқылы міне изменить рисунок деп осының орнына қойсаңыздар болды. Яғни бұл шаблоны тек қана осылай емес, басқаша етіп қолдансаңыздар да болады. Мына сурет, 3 суретті ауыстырсаңыздар, қалғандар істеп тұра береді. Музыкасы бар, фонында міне. Қазір көрсетемін. Мына үсті жағында фонында тұр. Міне. Бұны дауысын шығаруға болады, төмендетуге болады, болмаса алып тастауға да болады. Міне. Вырезать етіп алып тастайсыздар, керек емес болса. Одан кейін басқан кезде шығатын звуктары бар. Енді жаңа мен айтқандай, бұл жерде мынаны өзгертіп қолдануға болатын осындай қарапайым кері байланыстың әдісі. Так, көп айтудың қажеті жоқ. Егер керек болса, маған жазыңыздар комментарий арқылы. Сол жерде толығырақ айтамын.